Келесі тақырыбымыз бізде спред жайлы. Спред деген не? Оны түсіну үшін мен былайынан жасайын. Так. Оны түсіну үшін мысал ретінде обменный пунктқа немесе банкке барып не жасап көргендер болса түсінеді. Мысал ретінде мынандай доллар ауыстырып көргендер болса мынандай екі баға тұрады. 470 және 475 деген екі баға тұрады. Біреуі S, біреуі бит баға деп аламыз. Яғни, мысал ретінде сіз банкке барасыз, банкке барып, мен $1 сатып алғым келеді десе, банк не істейді? Жақсы, курс осындай, маған 475 теңге беріңіз, мен сізге $1 беремін дейді. Сөйтіп сіз 475 теңге бердіңіз банкке, сөйтіп $1 өзіңізге алдыңыз. И сразу $1 ала салып, қайтадан неге ауыстырғыңыз келді? Теңгеге ауыстырғыңыз келді. Уже сіз не істейсіз? $1 аласыз да банкке бересіз, ал банк сізге істейді 470 теңге қылып қайтарып береді. Яғни бұл жерде сіз қанша минус 5 теңге ұтылып тұрсыз. Бұл 5 теңге банктың пайдасы, банктың комиссиясы деуге де болады. Ұстайтын жаңағы банктың пайдасы болып табылады. Бұны біз спред деп атайды екенбіз. Бұл өте маңызды тақырып, сол себепті спредті білулеріңіз керек. Спред, яғни брокерді де дәл солай, брокердің банктың ұстайтын, табатын пайдасы осы спред болып табылады. Яғни сіз позиция аша салған моментте, мысал ретінде алайық. Дәл солай дейік, мысалға 100-1 және 100 деген екі акцияның бағасы тұрсын. Енді сіз сатып алғыңыз келсе, нешеден сатып аласыз? Әрине, 100-1 мен сатып аласыз. Сатып ала салып сатайын десеңіз, қандай бағамен сату керек болады? 100 деген бағамен сату керек. Сонда сіз минус $0.1 сатып алған кезде минус $0.1 минуста отырады екенсіз. Яғни сіз акцияны сатып ала салған моментте уже сіз минуста отырасыз. Неге өйткені сіз спредті беріп отырсыз брокерға. Енді мына минус $0.1 деген шығыннан сіз нөлге шығу үшін мына баға қалай өсу керек? Дәл солай қалай өседі? 100-2-ге өсетін болса, мына бағамыз бізде 100-1-ге өседі. Сонда уже сіз сатайын десеңіз қайсымен сатасыз? Әрине бит бағамен сатасыз. Сонда сізде бастапқыда сатып алғаныңыз 100-1 еді, биттағы бағада 100-1 болып тұр. Сонда сіз өзіңіздің алған бағаңызға сатасыз. Сонда сіз не шығында емессіз, не пайдада емессіз, нөлде отырады екенсіз. Енді уже ары қарай мына баға өскен сайын, дәл солай мына сәс пен бит бір-біріне қуалап жүре береді. Сөйтіп сіз сол арқылы пайдаға шығады екенсіз. Яғни спред деген нәрсені білу керек, маңыздысы. Яғни көбісі неге мен сатып ала салып минуста отырмын деген сұрақ болмас үшін. Және де плюс спредті ескеру керек нәрселер көп жағдайда биржа ашылып жабылатын кезде, жаңалық кездерінде, әртүрлі жағдайларда спред өте көп болады. Яғни сатып алып сататын кезде барынша осы спредке мән бергендеріңіз дұрыс. Өте үлкен спред болатын болса, сіз спредтің өзін ақтау үшін біраз жер, яғни баға біраз қозғалып бар, сіз пайда көруіңіз мүмкін. Мысалы ретінде әртүрлі брокерді спредтер әртүрлі, көп брокерлер яғни өзінің сделкасы жасаған үшін не ұстамайды, көп комиссия ұстамайды, бірақ та спреді көп болады деген сияқты да. Сол себепті спред деген нәрсені өте маңызды білу керек нәрсе. Енді қараңыздар, мысалы ретінде бағана біз жаңағы долларды сатып алған кезде қай бағамен сатып алдық? Әрине ескі бағамен сатып алдық. Ескі бағамен не істедік? Сатып алдық. Енді дәл солай біз сатып алу үшін қандай кнопка басамыз? Біз buy кнопкасын басамыз. Buy кнопкасын басқан кезде істейміз, long позиция ашылады. Демек, buy, long және ask деген үш терминнің қызметі бір. Үшеуі бір нәрсе. Соны түсінуіміз керек. Дәл солай біз сатқан жаңағы қайтадан долларды
сатқан кезде не істедік? 470 деген бағамен саттық. Демек бит деген бағамен саттық. Енді біз сату үшін қандай кнопканы басамыз? Sell кнопкасын басамыз. Sell кнопкасын басқан кезде не істеледі? Short позиция ашылады. Демек bid, short және sell деген бұл үш терминнің қызметі бір. Үшеуінің былайша айтқан кезде бір нәрсе деп айтуға болады. Ja? Демек long buy ask біреу, bid, short, sell бір нәрсе дегенді білдіреді. Түсінікті. Яғни bid ask бізде соның арасында кез келген брокерде бізде осылай арасында спред ұсталынады. Соны біз ескеруіміз керек, білуіміз керек. Жалпы бүгінгі тақырып осындай, bid және ask дегеніміз осы. Спред тақырыбы өте маңызды тақырып. Осыны түсінгеніңіз сізге дұрыс болып табылады. Енді алдағы сабақтарда сіздерге тағы да пошаговый келе жатырмын. Яғни нөлден бастап барынша қарапайым түсіндіруге пошаговый келе жатырмын. Каждый сабақты қалдырмай толығымен қарап шығуларыңыз керек. Бастамаған болсаңыз қайтадан дұрыстап бастап бірінші сабақтан бастап қарап шығыңыз. Мен пошаговый барлығын уақыт өте келе шығаратын боламын.